Достар, қараңыздар, келесі видеоға қош келдіңіздер. Мен сіздерге бір нәрсені айтып берейін енді. Ютубта жалпы негізі қастарыңызда бір апай отыр деп есептесеңіздер болады. Ютубта жалпы екі түрге бөлінеді да. Жоқ, үш түрге бөлінеді дейінші. Біріншісі ол көрермен. Екінші адам ол автор. Үшінші адам екеуінде алып жүреді. Ол қалай? Мысалы, қазір. Мысалы қараңыздар. Біз көбінесе біз көрермен боламыз. Мына екеуі азырақ, чем мына қарағанда. Көрермен не істейді? Көрермен ютубқа кіреді да, просто керекті видеоларын қарап отырады болды. Ол тек видео қарайды. Тек көреді ол. Тек сіздердің видеоларыңыз көріп отырады. Басқа видеолар көріп отырады. Может, кино көреді, может, мультфильм көреді, может, бір өзіне керекті ақпарат көреді, сабақ көреді, білмеймін ғой. Короче, тек қана көретін адамдар көрермен болады. Подписчиктер былай айтқанда. Автор деген өзінің каналын жүргізеді. Да ол. Ол сөйтіп ақша табады. Екеуінде алып кететін адамдар болады. Әрі көрермен, ол әрі көрермен болуы мүмкін, әрі автор болады. Екеуінде алып жүретін адамдар болады. Негізі осы үшеуінен негізі мынау жақсы. Неге? Өйткені сіз көрермен болсаңыз, тек қана уақытыңыз мына каналдың видеоларын көрумен уақытыңыз кетіп қалады. Ал пайда бұл жерде көрермен өзінің керек ақпаратын алады. Автор тек қана канал жүргізеді. Ол ақша табады, басқа ештеңе істемейді деген сияқты. Бірақ неге мынау жақсы? Өйткені бұл әрі канал жүргізіп ақша табады, әрі өзіне керекті ақпарат алады. Ол не только ақпарат алып қана қоймайды, өзінің каналына прогрев жасайды. Ол қалай? Прогрев дегеніміз, грубо говоря, простой тілмен түсіндіретін болсам, көрерменнің кейпіне ену. Канал өзінің видеосын жүргізеді ғой, өзінің каналын жүргізеді мысалы да. И өзінің нишасына байланысты видеоларды көреді, конкуренттерді зерттейді, кино көреді, ол да мультфильм көреді, жаңалық көреді, может басқа нәрсе көреді, қосылайық көреді деген сияқты. И ол каналдарға сіз прогрев жасау керексіз. Өзіңізде мысалы канал болып тұрса, сіз прогрев жасауға тиістісіз. Бұл не дейді? Взаимодействие дейді. YouTube санайды, короче, сен басқа адамдардың видеоларын көріп, лайк басып, тіркеліп, короче, басқалардың айлыққа шығуына әсеріңді тигізіп жатырсың ғой. Давай мен де саған көмектесейін деген сияқты, мен де сенің каналыңда басқа адамдарға предлагать етіп ұсына берейін деген сияқты, сондай санайды да. Взаимодействие деп айтады бұны. Короче, солай жұмыс жасағандарыңыз дұрыс. Тек қана канал жүргізуге білмеймін енді, бірақ мынау күшті. Әрі өзіңіздің каналыңыздан ақша табасыз, әрі прогрев жасайсыз. Сіз көрермен болып отыру арқылы да өзіңіздің каналыңызға жақсы көмек көрсетесіз дегенім ол былай айтқанда. Тек қана көрермен болып отырсаңыз, сіз тек басқа адамдардың айлық алуына көп көмегіңізді тигізген болып саналасыз. Себебі мынау кішкене камера не болып тұр ше. Себебі көрермен ол тек видео көреді ғой, дұрыс па? Ол видео көргеннен кейін ол адамға не болады? Просмотр болады. Ол адамға просмотр болады да. И сол енді бұл каналдың иесі, яғни автор, осы көрермендердің арқасында просмотр жинап, түбінде не алады? Ақша алады, түбінде доллар алады. Түсіндіре алдым ба? Вот, короче, осындай. Енді осы жерде тағы бір нәрсе айтқым келіп тұр. Айлыққа шыққаннан кейін не болады деген сияқты сұрақтар болады. Айлыққа шыққаннан кейін сіз толтырасыз, налог толтырасыз, одан кейін доллар жинайсыз. Доллар жинауыңыз керек. Сіз бір айда $100 как минимум жинауыңыз керек. $100 төмен болып қалса, сізге ақша түспей қалады. Бұл жерде мысалы сіз осы айда $80 жинап қалдыңыз делік, сіз келесі айда зарплат алмай қаласыз. Келесі вообще зарплат болмай қалады. Просто $80 деп аккаунтыңызда тұрады, болды, басқа ештеңе болмайды. Ал егер мысалы сіз, например, $150 жинадыңыз деп есептесек, сіз 100-ден асып тұрғаннан кейін ол келесі айдың аяғында түседі.
мысалы сіз желтоқсанда зарплатаға шықтыңыз ба, мысалы $200 жинадыңыз ба, сіз ол зарплатаны январда аласыз. Январда мысалы $500 жинадыңыз ба, оны февральда аласыз деген сияқты ғой, түсіндіре алдым деп ойлаймын. Но ең бастысы сол $100 төмен түсіп қалмауын қадағалауыңыз керек. Ал сіз ол $100 жоғары тіпті $1000, $2000, $5000 сияқты көп жинағыңыз келетін болса, кәдімгідей тұрақтылықты қатты ұстау керек болады. Каналыңызды от души жүргізу керек болады. Одан кейін каналдың тағы бір күшті жері, егер сіз 100.000 оқырман жинайтын болсаңыз, 100.000 подписчик жинайтын болсаңыз, сізге күміс кнопка береді. Ал егер 1 миллион оқырман подписчик жинайтын болсаңыз, сізге алтын кнопка беретін болады. Осылай күшті нәрселер бар. И не только ютубта тек қана просмотр үшін ғана ақша төлемейді, ол жақта сіз неше түрлі брендтермен сотрудничество орнатсаңыз болады. Ну как, қазір UGC Creator деген хит болып кетті ғой, сол сияқты ше. Мысалы, бір футблогер өзі мысалға манты жасау мүмкін да, бір мантының видеосын ютубқа сап қояды да, и мантын жасау жолдан көрсетіп, мысалы бүйтеміз, сөйтеміз, қамыр дайындаймыз, аны бүйтеміз деген сияқты сөйтіп айтып отырған кезде айналасында бір-екі штук кола тұру мүмкін, или сникерс тұру мүмкін да. Бірақ сен коланы ішсе, сен пепси іш, сен сникерс ше деп айтпайды. Просто так әшейін тұрады да. Бірақ ол халықтың көзіне түсіреді ғой. Сосын халықтар кола ішкісі келіп кетеді, ананы жегісі келіп кетеді, мынаны жегісі келіп кетеді деген сияқты. Ну, это уже реклама да. Ондай бүйтіңдер, сөйтіңдер деп айтпайды да бұл кісі. Ну, короче, футблогер деп жатқаным ғой. Вот сондай сияқты кола, фанта деген сияқты неше түрлі сондай брендтер, карте деген сияқты неше түрлі брендтер сізбен сотрудничество орнатқысы келеді көп жағдайда. Егер каналыңыз жақсылап дамыған болса, сізге көп сообщение келеді. Ол жақта кәдімгі договор болады. Ол уже бөлек заработок деген сияқты ғой. Алла қаласа сол күнге жетейік. Мен жеткен жоқпын ол күнге. Ну, қысқасы осындай.